Сәлеметсіздер ме? Бүгін CTA жобасының презентациясын таныстыра өтсем. Жалпы CTA жобасы не үшін бұл маңызды? Айтып өтсек, қазіргі урбанизация жағдайында қалаларда инфрақұрылымдық мәселелер үнемі туындап отырады. Жолдардың бұзылуы, жарықтың болмауы, қоқыс, қауіпсіздік мәселелері және тағы басқалары. Яғни осыған байланысты азаматтар бұл проблемаларды әртүрлі платформалар арқылы хабарлайды. Алайда бұл жүйелер көбіне тек өтінішті тіркеумен шектеледі. Яғни мәселенің нақты шешілгенін бақылау механизмі әлсіз немесе жоқ. Нәтижесінде азаматтардың сенімі төмендейді, мемлекеттік басқарудың тиімділігі азаяды, ресурстар тиімсіз пайдаланылады. Яғни осы мәселе біздің мемлекетте өте өзекті десек болады. Осыған байланысты біз CTA жобамызды ұсынамыз. CTA бұл қалалық инфрақұрылым мәселелерін басқаруға арналған толық циклді AI платформа. Платформа барлық процесті мәселені тіркеуден бастап, оның нақты шешілгенін тексеруге дейін толық қамтиды. Яғни бұл жерде үш тарап жұмыс істейді. Оны айтып өтсек, тұрғын және бизнес, әкімшілік және мердігер. Ал AI-дің бұл жердегі рөлі оны талдап, дұрыс орынға бағыттайды. Яғни әкімшілік пен мердігер мәселені шешкеннен кейін жүктелген мәселені AI тексереді. Осы нәтижесінде бізде толық режимде іс-әрекет жүзеге асады. Яғни тұрғын бизнес өзінің мәселесін жүктейді, AI талдау жасайды, әкімшілік мердігерге бағыттайды. Сонда нәтижелі дәлел мен тексеру нәтижесінде біздің бастапқы және соңғы үлгілер талданатын болады. Осы арқылы әрбір мәселе бізде тиімді шешіледі деп айта өтеміз. Яғни осы жердегі негізгі мүмкіндіктер айта өтсек, бұл жерде біріншісі AI Triage Pipeline, яғни 10 кезеңнен тұратын жүйе. Бұл жерде мәселені анықтаудан бастап, оның соңғы шешілгеніне дейін жүретін толық режимді жүйе болып табылады. Кейінгісі ол AI Verify, яғни дейін кейін фотоларын салыстыру, яғни нәтижені анықтауға мүмкіндік береді. Үшіншісі RAG маршрутизация, яғни акиматтың knowledge base негізінде автоматты бағыттау жүйесі, яғни бұл дегеніміз әрбір мәселе өзінің бөлімдеріне тікелей жетіп отырады. Келесі бұл explainable AI, яғни әр AI шешімі ашық, confidence score, факторлар шешім логикасы негізінде жүзеге асатын болады. Келесіде айтып өтетін ең маңызды мәселелері бұл жерде мердігер workspace, яғни тапсырмалар, дедлайндар, дәлел жүктеу, координация барлығы мердігердің шешімінен, содан кейін ол тіркеу арқылы осы мәселе қаншалықты шешілгенін көре аламыз. Яғни осы жердегі ең маңызды нәрсе AI процесінің орындалуын тікелей көру мүмкіндігі. Одан кейінгісі публикалық карта, яғни қалалық проблемалардың интерактивті картасы және ашық лента. Осыған байланысты біздің CTA жобамыздың қаншалықты маңызды екенін көре аламыз. Яғни e-өтініш пен CTA жобасын енді салыстыра өтсек. Бұл жерде e-өтініш CTA жобасы екеуінің айырмашылығы неде? Біріншісі мақсаты e-өтініштің мақсаты ресми өтініштер қабылдау болса, CTA жобасы бұл нақты орындауды басқару. Яғни бізде білетініміздей e-өтініш бұл жерде жабық платформа, бұл жерде біз мәселені жібергенімізбен оны қалай өңдеуді немесе қалай оның нәтижесін алуды білмей жатамыз. Ал CTA жобасы бұл жерде ашық карта және жария ленталық жүйеде жұмыс істейді. Бұл жердегі жасанды интеллекттің көмегімен әр мәселе өзінің органына тиімді түрде жеткізіле отырады. Яғни осы нәтижесінде біз жылдам әрі тез нәтижеліге бағытталған іс-әрекет режимін жүзеге асыратын боламыз. Неліктен CTA деген сұраққа жауап бере өтсек, бұл жерде нақты проблема анықталады. Яғни кез келген қалаға түсінікті, мысалға Алматыдан Нью-Йоркке дейін бұл мәселе бар. Келесі ол толық циклді жүйе, азаматтың сигналы нақты расталған нәтижеге дейін бағытталады. Одан кейінгі AI native тәсіл, яғни жасанды интеллект әр кезеңге енгізген жай қосымша емес, бұл толық талданатын жүйе болып табылады. Үшіншісі ол үш бағытты рөлдегі жүйе, тұрғын, акимат және мердігер бір workflow ішінде. Одан кейінгісі масштабталу мүмкіндігі knowledge base арқылы бейімделеді, кодты өзгертудің қажеті жоқ. Одан кейінгісі ең соңғы айтатынымыз ол халықаралық өзектілігі. Қалалар азамат сигналына қалай нақты жауапкершіліктен әрекет етеді деген сұраққа жауап беретін болады. Яғни осы арқылы біз CTA жобамыздың құндылығын бере аламыз. Бұл өз кезегінде акиматтарға толықтай маңызды болып табылады. Енді келесі көретініміз біздің команданың мүшелері, яғни біздің байланыс жүйелеріміз. Осылайша CTA шағымнан
нақты дәлелденген нәтижеге дейінгі толық жол. Назарларыңызға рахмет.